Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода біз дәмі ерекше дәмді болып шығатын салат дайындаймыз. Жұмысымызды осындай етті маринадтаудан бастаймыз. Сан етінен аламыз, ердің еті. Осындай ұзыншақ етіп турап аламыз және 4 ас қасық соя салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, үстін жауып 1 сағатқа маринадтап алып қоямыз. Тұз салудың қажеті жоқ. Пен қуыруға 2 пияз орташа көлемде осындай ұсақтап турап аламыз. Және әдісімізге май қоямыз. Менде шамамен 50 мл май. Үстінен қызып тұрған майдың үстіне етімізді саламыз. 3-4 минут шамасына қуырып жіберіп, кейіннен үстіне пияз қосамыз. Пиязды саған соң, 1-2 араластырған соң, қақпағын жауып, тура 30 минут қақпағын астына дымдаймыз. Салатымызға салаттан көкөністерді дайындаймыз. Менде 600 грамм шамасында қияр, балғын қияр алыңыздар. Өзімізге керекті формада етіп турап аламыз және тәтті бұрыш. Мен қызыл және сарысын істеттім. Және міндетті түрде сарымсақ қосамыз. 3-4 зубчик жетеді, ұсақтап турап аламыз. Менде үйдің осындай сарымсағы. Мінекей етіміз дайын, үстіне болгар бұрышын салып, тура 30 секунд қуырамыз, одан артық қуырмаймыз. Араластыруға ыңғайлы болу үшін осындай қиярымызды үлкен жеуісқа саламыз, үстінен тұз, паприка және осындай сарымсағымызды салып араластырамыз. Үстінен дайын болған ет және болгар бұрышымызды салып, тағы да араластырып жібереміз. Салатымызды араластырып болған соң, үстіне міндетті түрде құмшекер қосамыз. 2 шай қасық құмшекер қостым және 1 шай қасық уксус эссенциясы. Жақсылап араластырамыз. Үстінен ұнтақталған осындай кориандр міндетті түрде қосыңыздар, иісі өте керемет болады. Және осындай кориандрдың жапырағы кинза ірілеу етіп турап саламыз салатымызға. Осындай дайын салатымызды сразу дастарханға тартсақ болады. Бұл өте дәмді, еті өте жақсы піскен, болгар бұрыштары да шамалы тірілеу етіп тұрады, өте дәмді және осындай қиярымыздың үстіндегі осындай соустары кәдімгідей көрініп тұр. Бұл өте дәмді салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Диана. Видеом ұнап жатса және пайдалы болып жатса, лайк басып, арнамды қолдап кетіңіздер. Ал арнама тіркелмеген болсаңыздар, подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда жаңа шыққан видеоларымды өткізіп алмай көресіздер. Аман сау болыңыздар.